Сәлеметсіз бе? Менің атым Джеймс, Америкаданмын, Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда 4 ай болдым, және мен Қазақстанды жақсы көремін. Өйткені Қазақстан маған мейірімді болды. Биыл менің қазақ тілін көбірек үйрену жоспарым бар. Сізге зор денсаулық тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Сәлеметсіз бе? Менің атым Джеймс, мен Америкаданмын, Қазақстанда тұрамын. Маған менің атым ұнайды, бірақ маған қазақша есім керек. Мен Жеңіс жақсы көремін, өйткені Жеңіс Джеймске ұқсайды. Бірақ Жанибек жақсы есім сондай-ақ. Жеңіс немесе Жанибек. Қай атау жақсы екенін жазыңызшы. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Мен Джеймспін, Американдықпын, Алматыда тұрамын. Және бүгін мен қымыз ішемін. Қымыз дүкенінен және қымыз ауылдан. Мен бұл қымызды Көкпек аудан сатып алдым. Ішек, қымыз аудан. Тамаша. Қымыз дүкенінен. Жақсы. Қымыз аудан өте демде. Бірақ қымыз дүкенінен жақсы сондай-ақ. Ас болсын. Ассаламалейкум, саламатсыз ба? Мен Жеңіспін. Және мен қазір Америкадамын. Мен өз қаламда, мен Бангордамын. Мен штатындамын. Қала шағын 33 мың тұрғыны бар. Мұндағы өмір Нью-Йорктегідей емес. Мұндағы өмір жақсы және қарапайым. Адамдар көп жұмыс істейді және отбасымен демалады. Қала орталығы ескі, бірақ маған ұнайды. Қала сыртында тек ормандар бар. Ол менің қалам, қала Бангор. Сау болыңыз.